Жігіттер, машина осы. Өзім айдағам. Қай жылғы машина? Машина 2020. Пробег қанша? Пробег шамамен 20 мыңнан асқан. Негізінен салонын өзім алғам. Көбінесе үйде тұрады машина. Машина краскіленбеген ба? Жігіттер, егер боялған деген сомнение болатын болса, кассаправа әкеп тексертсеңдер болады. Родной, мен өзім кассаправпын. Содан кейін біліп тұрмын, мына машина краскіленген сенің. Жігіттер, мен Шымкенттікпін. Сендерге өтірік алдап бір пайда таппаймын. Егер краскіленбеген десе, краскіленбеген. Егер мына машина краскіленген болса, мен сендерге тегін ақ беріп жіберемін. Ал егер бұл машина краска тимесе, ақшасын қойып беруге дайынсыңдар ма? Қойып бере аламыз. Еркекше ма? Еркекше. Фазеке көрдің? Еркекше ма? Еркекше. Бауырым, мына машина заводта краскіленбеген ба? Заводта краскіленген. Барлық машина краскіленеді ғой. Енді машина біздікі. Братан, біз ол мағынада айтпадық қой. Біз машина ұрылған ба, ұрылмаған ба деген мағынада айттық. Дұрыс па? Жоқ, біз ол мағынада айтқан жоқпыз. Машина краскіленген ба деп сұрадық біз. Так что, машина біздікі. Сен сөзіңнен ұсталдың бауырым. Айбетті. Тоқтаңдар жігіттер. Машина құтты болсын бауырым. Алло, Мәке. Ау, Мына жерде бір жігіттермен келісе алмай қалған ек. қай жерде ол? Местоположение жіберсей? Болды, қазір WhatsApp-қа жіберемін. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Не отыр жігіттер? Мына бауырым, мына машина краскіленбеген ба десе, краскіленбеген дейді. Егер краскіленсе, осы машинаны беріп жіберемін деді. Любой машина заводта краскіленбей ма? Сол айттың ба? Иә. Берсей кілтті. Мәке. Берсей. Бауырым, поняткаң мощный екен. Менен бір кафе. Болды. Мәке, жүріңіз. Тамақтанып алайық осы жерден. Қоныш қарның ашып тұр ма? Бауырым, қонақ жайлылығыңа рахмет. Қазір нотариус жауып қалады. Нотариус күтеді ғой, брат. Тамақтанып алайық. Қонақ жайлы мықты жігіттер екенсіңдер. Ырза болдым. Бірақ мына кафенің документін алып шықсай, ертерек барып туралайық. Қандай кафенің құжаттар? Жаңа кафе менен дедің ба? Сен естідің ғой? Сен естідің ғой? Иә. Болды ғой? Кафені қойып берсей, документін алып шықсай. Ой, мен ондай кафе айтқан жоқпын мен. Мен тамақ ішу туралы айттым. Мынауыңды қойсай сен. Жаңа сөзден ұстап, машинаны сұрадың ба? Машинаны қойып бер, машинаны алдың. Енді кафені қойып бер. Брат, айбетпеш. Қателік бізден кетті. Кешірші. Сөздерінде тұра алмасаңдар, сөзден ұстап қатаймаңдар, түсіндіңдер ма? Көзіме көрмеңдер. Кеттіге.